Это наша с тобою земля, это наша с тобой биография. Багатыр кеніші өзінің 55 жылдығын атап өтеді. Осыған орай бұл сізбен біздің ғұмырнамамыз жобасы әлемдегі ірі кеніште еңбек етіп, сол еңбегінің рахатын көріп отырған ардагерлерімізге арналады. Құрмет орденінің және Шахтер даңқы белгісінің толық иегері Ахметов Темір Төлеуұлы 45 жыл бойы Багатыр кенішінде еңбек етіп, соның 44 жылында нөмір 11-43 роторлы экскаваторында жұмыс істеген. 79 жылы февраль айында 5-ші жылға бардым, сонда жұмыс істедім. Практиканы бітірдім, училище бітіргесін, тағы жұмыс істедім армиядан алыншы. Армиядан келгесін 43-ке бардым. 11-05. Роторный, иә. Ол да 43-ті, 11-43, ол да роторный. Әскери міндетін атқарып келгеннен кейінгі алғашқы жұмыс күнінде Темір Төлеуұлының жолы болып, атақты экскаваторшы Арун Рашид Әдиұлы Шәріповтің ауысымына түсті. Содан тәлім-тәрбие алды. Арунның артында жүгіріп жүріп, үйретіп, сол кісі мені үйретті. Сол экскаватордың нелерін қалай істейтінін, қалай көретін. Сол кісінің арқасында машинист болдым. 91 жылы бізде бір жігіт пенсияға шықты. Орын босады, мені жас босады, мені машинист қылып қойды. 83-те біздің экскаваторда правительство сострадование болды. Сөзді үлкен біздің машинисттер құрметтеді. Бұл кезде қалай айтады, машина берді біздің бригадаға, медальдар берді үлкендерге. Жас кезімде ойладым, бір жерде істеймін деп. Өйткені онда мен Майғанда тұратын жиен ағаларым бар екі ағам. Ол солардың несі маған ұнады. Ол өмір, 18 жасынан істеді бір жерде, сол сияқты. Багатыр ақша жоқ болды. Біз сол кеткен жоқ, 85-те шақырды Востокқа. Сразу машинист болады, санада квартира берді. Қалдым, ешқайда барған жоқ. Сол үйреніп қалған өзіне. Алашаға? Бір қызым бар, тұрмыста қазір ұлым бар үйленген. Ұлым осында істейді, Багатырда істейді. Энергоснабжение, механик болды. Інім бар, Абай деген, сварщик, тоже Багатырда істейді. Қарындасым бар, Гүлнар, Багатырда істейді, АТК-да. Сол қарындасымның екі жиені бар, екі ұл бар. Осы екі Арыстан, Асқар екен. Олар неде, Южныйда контактник болып істеп жатыр. Сол біздің семья сол болады. Наша с тобой биография.